Ассалаумағалейкум. Аса құрметті қазақ елі. Қазір мен сіздерге оқиын деп тұрған өлеңімнің тақырыбы келе кетіп кәрі қыз деп басыңды деп аталады. Келе кетіп кәрі қыз деп басыңды, қайран әпке жемедің ғой асыңды. Жанарыңнан қашып біткен шаршаңқы, күнде көрдім үмітсіз шын жасыңды. Жалғыздықты нәзік жаның сүйе берді, отырғаның намысыңа күйе берді. Әке шешең үлкенісің, қамқор бол деп, құрбан қылып өз міндетін үйе берді. Бауырымды мен қалайда жеткізем деп, оқытып, ел қатарлы еткізем деп, інілерді үйлендіріп, сіңілілерді ұзатып, ризалықпен кеткізем деп. Бауырлардан тәтті кәмпит тықпадың, кінәласа көңілдерін жықпадың. Бірақ сені аямады, сұм тағдыр, балаң да жоқ күйеуге де шықпады. Мәпелеген бауырларың кетіп тынды, сен аяғы жат керексіз етіп тынды. Жүріп алмай тұрмысқа шық тездетіп, мейірімің түбіне жетіп тынды. Жалғыздық мұң, үміт өшіп сабылады, мұңаймашы мұң есігі жабылады. Теңді кездестіріп бала сүйші, күрес әпке деген табылады. Рахмет.